Ассалаумағалейкум достар, кеше вазирание туралы видео түсірген болатынмын. Бүгін мен вазиранияның екінші часын түсіремін деп шештім. Вазиранияның былай айтқанда әрі қарай плюстарын айта беретін боламын. Яғни мен 2 жылда не өзгерді? Менде қазір 2 жыл вазирания ұстап келе жатырмын. Яғни мен 2 жыл бойы не өзгеріс болды, қандай өзгерістер болды, және де анонизмнің зияндарын айтып кететін боламын. Анонизммен айналысып жүрген адамдар болса да, бір айына бір рет жасасаңдар да, аптасына 1-2 рет жасасаңдар да, оның барлығы зиян болады. Өйткені біз мысалы анонизммен айналысқан кезімізде сперма ол бөлінеді. Өйткені сперма бөлінгеннен кейін оның ішінде кальций болады, қаншама витаминдер болады, қаншама былай айтқанда полезный веществолар болады. Сол полезный веществолардың ішінде дофамин болады. Дофамин не екенін түсінбей жатсаңыздар, дофамин дегеніміз ол любой адамда гормон болады, яғни гормон счастье дейді ғой, гормон желание. Егерде ол жаңағындай дофамин дейтін гормон былай айтқанда төмен болса, ол адам былай айтқанда ештемеге желание болмайды. Дофамин көп болған сайын бізде желаниямыз ашыла береді. Мысалы, кейде бізде желаниямыз қатты болып кетеді, кейде желание болмай қалады. Оның барлығы дофаминға байланысты. Егерде біз жаңағындай анонизммен айналысатын болсақ, дофаминіміз азайып, ештемеге желаниямыз болмай, мақсатымызда ешқандай арманымыз болмай, өмірден түңіліп кетеміз. Дофамин жайлы айттым. Енді екіншісі ол дауысым өзгерді. Өйткені мен қазір бұл видеоны сіздерге көрсем, бұрынғы 2018 жылғы видео. Былай финт жасауға болады, просто сол финттің өтуге, как бы футболисттер допты көп ұстап келе жоқ ше. Но техникасы мықты болса енді ұстауға болады, просто допты көп ұстаған сайын защитниктер 2 күннен кейін оливье жеуге дайынсың ба? Бұрынғы дауысым, қазіргі дауысым қалай өзгергенін өздеріңіз байқайсыздар. Тағы да үшінші плюс ол менің бойым өсті. Яғни мен бойым білмеймін, резко өсе бастады. Былай айтқанда резко өзгере бастадым, түрім де өзгере бастады. Қазір бұрынғы фотоны көрсетем, қазіргі фотоны көрсетем. Анонизммен айналысатын адамдардың түрлері андай болады. Устав шаршаңқы болады, өз-өзіне неуверенный болады, андай көзі туманы болып тұрады, андай бір түрлі ол. Ал вазирание ұстайтын адамдарда былай айтқанда четкий болады, барлығы жақсы болады. Мысалы, кейбір адамдар болады, ұялшақ, вообще слишком өзіне неуверенный, андай өз-өзіне сенімсіз адамдар болады. Оның барлығы анонизммен айналысатын адамдардың сипаты деп айтсам болады. Ал вазирание ұстайтын адамдар өзгеше болады. Өздерің байқап көріңдер, достарынан байқау болады. Егер достарың ұялшақ болса, өз сөзіне жауап бере алмаса, ұялшақ болып, андай сөзінде тұра алмай, неуверенный болып жүрсе, значит ол анонист. Ал адам өзінің қызығушылығына құлшылығы ашылып, кәдімгідей өз ұнайтын ісімен айналысып жүрсе, ешкімді тыңдамай. Ол вазиранист деп мен өзім вазиранист деп ойлаймын. Тағы да бүгін айтып кететін нәрсе, ол былай айтқанда зрение өзгере бастайтын сияқты. Өйткені мен 2018 жылы жаңағында анонизммен айналысып бастағаннан кейін менде зрение шамалы былай айтқанда әлсірей бастады, шамал көзім бір түрлі көре бастады. Мысалы, бір нәрсені көрем, вроде, бірақ ол бір түрлі болып тұрады, андай что-то свет аз болып тұра ма, сондай сияқты. Ал вазирание кезінде дала өзгеретін сияқты, как будто мысалы далаға қарасаң, бұлтқа қарасаң, аспанға қарасаң, шамалы бір цвет көрінетін сияқты, бір андай көзің четкий көрінетін сияқты барлығы. Анонизм кезімізде ондай менде болған жоқ. Анонизм кезінде менде барлығы төмен болды. Сондықтан менде барлығы былай айтқанда төмен түсе бастағаннан кейін мен вазирание ұстайын деп шештім. Вазирание ұстап жүрген адамдарға респект деп айтқым келеді. Өйткені вазирание былай айтқанда сендердің болашақтарының басталуына жол ашады. Анонизммен айналысып жүргендер вазирание ұстаңдар. Өйткені сендер бір жақсы нәрсеге өзгерілерің келсе, былай айтқанда бір қалыпта қала бергілерің келмесе, вазирание ұстаңдар. Тағы да бір плюс айтып кетсем, мен бұрын кезінде 2018 жылғы анонизммен айналысып жүрген кезде ешкіммен сөйлесуге желание болған жоқ. Далаға да шыққым келмеді. Ешкіммен сөйлесуге құр телефонда отырдым, ВК-ға кірдім, анау YouTube. В общем, былай айтқанда үйден шықпай қойдым. Мен оның барлығы не нәрседен? Мен адамдармен сөйлескім келген жоқ, общение болған жоқ дұрыс. Оның барлығы жаңағындай анонизмнің кесірінен. Өйткені анонизм кезінде мен жаңа айта кеткенде сперма шыққан кезде адамда көп нәрсе жоғалады деп айттым. Кальций, жаңағындай қаншама витаминдер, дофамин, оның барлығы жоғалғаннан кейін адамда былай айтқанда ешқандай желание болмайды. Өмірге де желание болмайды, адамдармен сөйлесуге де желание болмайды. Оның барлығы кеткендіктен мен уже адамдармен сөйлесуді доғара бастадым. Сөйтіп уже күндер өте бастағаннан кейін мен өзімнен жамандай минустарды байқай бастадым. Мен былай айтқанда көп ұйықтайтын болдым, аз қимылдайтын болдым, желанием азая бастады.
вообще былай айтқанда төмен түсе бастадым. Күннен күнге өз-өзімді былай айтқанда төмен түсіре бастадым. Содан шамалы уақыт өткеннен кейін сол воздержание туралы интересоваться етіп, осы неге мен соңғы кезде әлсіреп жүрмін, неге соңғы кезде осындай болып кеттім деп өз-өзіме сұрақ қойдым. Сосын мен ойлана келе мен түсіндім. Неге мен анонизммен айналысқан кезінде мен неге әлсіреп қалам? Неге мен біртүрлі болып қалам? Неге мен біртүрлі чувство болып тұрады, андай шаршаңқы болып тұрам? Келесі күн неге андай біртүрлі болып жүрем деп мен өзіме сұрақ қойған болатым. Сол күннен бастап мен воздержание ұстай бастағаннан кейін былай айтқанда 3-4 күн воздержание ұстадым, қайтадан жасап қойдым. Бір апта ұстап жүрдім, қайтадан жасап қойдым. Сөйтіп әрен дегенде Аллах қалауымен 2 жылға жеттім. Достар, сендерге советовать етем. Бұл сендердің өмірлерін өздерің білесіңдер, әрине мен сендерге айтпаймын, сендерді заставлять етпеймін. Сендердің өмірлерінің өзгергенін қаласаңыздар, воздержание ұстаңыздар. Бұл сөзді айтудан шаршамаймын. Мен бүкіл достарыма айтамын, туыстарыма айтамын, барлық достарыма айтып жүрем, воздержание ұста деп. Өйткені мен достарымда воздержание болғанын қалаймын. Олар былай айтқанда төмен болғанын қаламаймын. Олар андай неуверенный, өздеріне сенімсіз біртүрлі адам болғанын қаламаймын. Олар да мен сияқты өзін мақсаты болса екен деймін, энергиясы болса екен деймін, барлығына жеткенін қалаймын. Және де қазақ бауырларыма да осыны түсіндіргім келіп отыр. Бұл видео білмеймін, популярны болып кете ме, популярны болмай ма, оны бір Алла біледі. Осы видеоны көргеннен кейін бүкіл достарына жіберіңдер. Яғни бұл ойнайтын тема емес, бұл мен прикол ұстап отқан жоқпын, біреулер күлетін шығар, бірақ мен күліп отқан жоқпын. Ондай бүкіл достарына жіберіңдер осы видеоны. Барлығы білсін, воздержание ұстасын, жаңағыдай анонизм дрочканы қойсын, және де бір жақсы нәрсеге ұмтылсын. Видеоны ұнады деген ойдан лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Неше 8 минут болды ма, неше минут отырдым? Сөйлеп. В общем, достар, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер, арнаға тіркеліңдер, тіркелмеген адамдар тіркеліп кетіңдер. Мен сендерге только былай айтқанда полезный контенттің барлығын түсіретін боламын. Сендер бір жақсы нәрсеге ұмтылса екен деп. Мен ешқандай нәрсені даладан алмаймын. Оның барлығын мен өзім білгендіктен айтып отырмын. Мен даладан ешқандай алып отқан жоқпын. Сондықтан достар, лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Қазір менде 61 подписчик жиналыпты. Аллаға шүкір, барлығына шүкір дегім келеді. Өйткені мен осы жылы 100 подписчик жиналғым келген. Уже 61 подписчик 2 айдың ішінде. Просто сөзім жоқ, достар. Рахмет сендерге. Лайк басып, комментарий жазып кетіңдер. Аман сау болыңдар. Воздержание ұстаңдар.